Сәлем достар, бүгін біз сіздермен куриный пирог жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар ұн, тұз, кішкене аштығы және де сұйық май қажет болады. Енді біз жылы сумен қамырымызды жақсылап араластырып илейтін боламыз. Достар, ең алдымен бұл каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып қолдап кетіңіздер. Барынша жақсы рецепттер түсіруге тырысатын боламыз алдағы уақытта. Осылай ұнымызды илеп аламыз жақсылап. Мінекей біз ұнымызды илеп алдық. Осындай әдемі қамыр шықты. Енді бұл қамырды осылай пакетке салып біраз уақытқа қойып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша біз начинкасын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге керекті заттар осындай ет, тауықтың төс еті, бір картоп, пияз, кей жақтарда жуа деп атайды, сәбіз және де бір тіс чеснок қажет болады. Ең алдымен осылай біз тауық етін кубиктап турап алатын боламыз. Картопымызды, пиязымызды, сәбізімізді және де чеснокты да турап алатын боламыз осылай. Барынша майда қылып тураған сайын ол тезірек пісетін болады. Кішкене сұйық май құйып, кішкене тұз саламыз. Және де өз қалауларыңызға қарай приправалар қоссаңыздар болады. Барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осылай шықты. Және де дайын болған қамырымызды осылай 3 бөлікке бөлеміз. Мен ең үлкен бөлігін алып, оны астына жаятын боламыз. Ал екінші бөлігі ол бізге қамырымыздың бетін жабуға керек болады. Ал үшінші кішкентай бөлігі ол сән үшін қолданатын боламыз. Мінекей мен осылай жайып алдым. Қамырды жұқада емес, немесе қатты да емес қылып жайып аламыз. Табамызды пергамент қағазын төсеп, немесе пергамент болмаса, сұйық маймен кішкене майлап алып, осылай салып алатын боламыз. Мінекей менде ровно шықты барлығы. Енді осының үстіне начинкамызды саламыз. Осылай салып алып, қамырымыздың екінші бөлігін жаюға кірісеміз. Өте дәмді болады, достар, жасап көріңіздер. Мен бұл рецептпен бірнеше рет жасап көрдім. Барлығында өте керемет дәмді болып шықты. Отбасыларыңызды қуантыңыздар осылай жасап. Осылай екінші бетін жауып аламыз. Мен сыртында тұрған артық қамырларын кесіп алып тастаймын. Сіздер кеспесеңіздер де болады, бірақ мен барлығының ровно болғанын қалап тұрмын. Сондықтан алып тастаймын. Енді қамырымыздың үшінші бөлігінен осылай сән үшін жасайтын боламыз. Қамырды кішкене ұзындау етіп жайып алып, оны екіге бөлетін боламыз. Екіге бөліп алып, оны тағы да ұзыншалап етіп ұзағырақ қылып жаятын боламыз. Қамырдың екі бөлігінде осылай жайып алып, бір-біріне орап, сән үшін қолданатын боламыз. Мінекей дәл осылай бір-біріне айландырып ораймыз. Бізде дайын болды. Енді осыны қамырдың бетіне өз қиялдарыңыз бойынша қойсаңыздар болады. Мен осылай қойғым келіп тұр. Және де кішкене қамыр бөлігін ең ортасына қойып алып қаламыз. Ол астын бірінші ауа кіріп тұру үшін кішкене ашып барып жабатын боламыз. Арасын осылай міндетті түрде
вилкамен, пышақпен немесе өздеріңізге ыңғайлы затпен тесіп аламыз. Жұмыртқаның сарысы мен ағын бөліп алып, сарысын жағамыз. Мінекей осылай болды. Енді 180 градуста 20 минуттай пісіреміз. Мінекей достар, нәтижесінде бізде осындай керемет пирог дайын болды. Барлығына ұнайтыны сөзсіз. Жасап көріңіздер.